Баршаңызға қайырлы күн, мен құрметті көрермендерім, оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай қазанға пісетін самсаның рецебін ұсынбақшымын. Бұндай самсаны жасау менің ойыма үйімдегі духовкам болмағаннан кейін келді. Яғни балалар самса жегісі келгеннен кейін мен не істерімді білмедім де осылай қазанға пісіріп беруді жөн көрдім. Қызық болса соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші ыдысқа осындай бір бокал суымызды құйып дайындап аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Және де аздап дәміне қарай тұз саламыз. Жұмыртқаны да жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 20% қаймақ, үлкен ас қасықпен 2 ас қасықтай болады. Барлығын тағы да аздап араластырып алып, оның үстіне ұнымызды саламыз. Және де қаттылау етіп қамыр илейтін боламыз. Алғашында осындай шанышқының көмегімен, одан кейін қолымызбен жақсылап мыжып қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін осындай пакетке салып біраз қойып қоямыз, демалуы қажет. Одан кейін біз пиязымызды тураймыз майдалап. Және де тартылған ет, менде сиыр еті. Қанша мөлшерде қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Ал менде 400 грамдай сиыр еті, соған 2 штук пияз саламын. Және де мен азғантай ғана осындай қойдың құйрығын қосамын. Бұл өте сочный, яғни сулы, әдемі болуына өзінің көмегін береді. Өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Міне барлық заттарымызды турап, дайындап алдық. Енді үстіне дәміне қарай аздап тұз қосамыз. Және де зира өте әдемі дәм береді, ерекше дәм береді. Сол себепті міндетті түрде зираны қосқандарыңыз дұрыс. Және де азғантай ғана паприка. Одан кейін үстіне азғантай ғана қара бұрыш себеміз. Енді барлығын жақсылап қолмен араластырамыз. Осы кезде біздің қамырымызда дайын болды. Осылай ұзынша етіп қолмен жайып алып, осындай көз мөлшерімен орташа, қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, орташа бөліктерге бөліп, қолымызбен осылай домалақтап аламыз барлығын. Және де осылай қойып, бетін сүлгімен жауып, біраз демалдырамыз. Одан кейін осындай жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Бұл қазір бізге қажет болады. Енді самсамыздың қамырын жаямыз. Самсаның қамыры шеті жұқа, ортасы қатты жұқа болмай, яғни сәл қалыңдау болғаны дұрыс. Қазір біз ішіне етімізді салып, қазанға жабыстырған кезде біздің ортасы қатты көтеріліп, жыртылып кетпеуі қажет. Міне дәл осындай видеодағыдай етіп бүгіп аласыздар, яғни ортасы мүлдем ашылып кетпеу керек. Қатты осылай қысып, қолымызбен түйіп аламыз. Және де біз осы самсамызды жасап жатқан кезде қазанымыз отта қызып дайын тұруы қажет. Енді осы жұмыртқаның ағына самсаның астын малып алып, осылай қазанның жиектеріне аздап қолымызбен осылай ұстай тұра жабыстырып аламыз. Біздің басында жақсылап қыздырып алған қазанымыз самсаларымызды жабыстырып жатқан кезде жаңағы оттың асты жай тұруы қажет. Барлығын осылай орналастырып болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Және де әсемдік үшін мен бетіне макты септім. Күнжіт сепсеңіздер де болады.
Енді қазанның бетін жауып 40-45 минуттай пісіреміз. Әр 10-15 минуттай ашып, осылай қазанның қақпағы буланып кеткен болса, сүртіп тұрамыз. Міне біздің самсамыз дайын болды. Енді осылай қолдарыңыз күйіп қалмайтындай етіп, өздеріңіз аласыздар. Және де астын қарасаңыздар, өте қып-қызыл болып, әдем болып піскен. Дәмі де өте қатты ұнады. Сочный сондай дәмді болған. Және де сіздерге осылай пышақпен ортасын кесіп көрсетуді жөн көрдім. Сочный, өте дәмді болған. Міндетті түрде жасап көріңіздер.